Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Бүгін алманың пайдасын айтатын боламын. Алманы тұтыну көптеген аурулардың, оның ішінде обырдың да алдын алатыны анықталған. Алманың өзегі ішектің жиырылуына себеп болып, жүректің жұмысын жақсартады әрі холестерин мөлшерін азайтады. Алма тәтті және пайдалы жеміс. Оның құрамында адам қажет ететін дәрумендер мен минералдар бар екені бұрыннан бәрімізге белгілі. Алманың тарихы мыңдаған жылдардан бұрын басталған. Бұл жеміс көптеген мемлекеттердің мәдениетінде ерекше орын алады. Ежелгі данышпандар күніне 2 алманы жейтін адам ешқашан ауырмайды деп айтқан. Олар қателеспеген, өйткені оның құрамында В, С, Е, калий, кальций, магний, йод дәрумендері бар. Дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне 1 алма жеуге кеңес береді. Жасыл алмада аллергия болмайды. Алма шөлді басады, өйткені 87% судан тұрады. Құрамында кальций, калий, тіс эмалін және сүйектерді қатайтады. Алмалар теріге пайдалы, ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Инсульттің болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Алманың көмегімен гастрит ауруына емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең ғана жеуіміз қажет. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша безі ауруын алдын алуына көмегін тигізеді. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.